Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода ұйқы безіне не керек және неліктен ботқалардың көмегі панкреатит кезінде және холецистит кезінде көп болмайтынын қарастыратын боламыз. Ботқаларды жеген кезде біздің ағзамызға көп мөлшерде көмірсулар өтеді. Көмірсулар глюкозаға айналады, ал глюкоза бұл қант. Одан қан құрамындағы қант мөлшері жоғарылайды. Панкреатитте қант қауіпті, себебі диабетке шалдықтыруы мүмкін. Ұйқы безі артық қанттың мөлшерін жоятын инсулин гормонын жасақтайды, ал панкреатит болса, ол аталған әрекетті жасай алмауы мүмкін. Яғни, қандағы артық қанды жоюы зақымданған ұйқы безі үшін қиындауы мүмкін. Сондықтан қанда қант мөлшерін тым көтермес үшін көмірсуларды өте көп қабылдамаған абзал. Себебі айтылып кеткендей, көмірсулар қантқа айналып отырады. Ботқалар сөзсіз пайдалы, қоректі, ас қорыту жүйесін жақсартады, көп мөлшерде дәрумендермен бөліседі. Алайда панкреатит болатын болса, оларды өте көп мөлшерде қабылдамаған жөн. Ботқаларды панкреатит өршуінің бастапқы 1-2 аптасында ғана басқа тамақтарды жей алмай жүргенде жеген жақсы. Кейіннен біртіндеп ас мәзіріне жануар белогын қосқан жөн. Бұл ірімшік, жұмыртқа, майлы емес тауық, сиырдың еті, сүзбе, яғни творог сияқтылар. Олар ұйқы безіне өте қажет. Жануар белогы ұйқы безін қалыпқа келтіріп, ұйқы безінің ферменттерді жасақтауын тыяды. Ферменттер әрине керек, бірақ панкреатитте ферменттер ішекке өте алмай, ас қорытуына көмектесе алмайды. Олар ұйқы безінде қамалып, оны зақымдап отырады. Ал ферменттердің көп мөлшерде жасақталуын бәсеңдетуге жануар белогы өте жақсы көмектеседі. Дәрігерлер ас мәзірінде 60% майлы емес жануар белогы болуы керек деп кеңес береді. Олар тауық филесі, креветкалар, кефир, айран, қоспасыз йогурт, қатты ірімшіктер, тверді сыр. Тоқ етері ботқаларды өте көп мөлшерде жеген ұйқы безіне көмектеспейді. Олар панкреатиттің бастамалы кезеңінде ғана аш жүрмеуіңізге жәрдем болады. Көбі ойлайды, еш нәрсе жеуге болмайтын болса, онда тек қана ботқаларды жеу керек деп. Бірақ осы жануарлар белогын қосқан жөн. Кейін міндетті түрде жануарлар белогын қосып, майлы емес балық, ет, сүтті тағамдар көмектеседі. Диетада көбінесе барлығы ботқаны ғана жеуіміз керек деген қате ойда болады. Өсімдік майын алсақ, мысалы жаңғақ, ол да пайдалы, бірақ оны да көп мөлшерде жеуге болмайды, себебі ол ішті кептіреді. Аз ғана мөлшерде басқа тағаммен бірге жеуге болады. Қорытындыласақ, ұйқы безіне көмектесетін бұл ботқа емес, ал майлы жануар белогы. Бұлар айран, қоспасыз йогурт, сүзбе, яғни творог, ірімшік, қатты ірімшік, жұмыртқа белогы, тауық еті, сиырдың майлы емес еті, креветкалар, тунец, минтай. Видеом осы. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Рахмет.